Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін керемет тез әрі оңай дайындалатын оладушки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге айран, жұмыртқа, шекер, кішкене тұз және ас содасын саламыз. Осылай әдемілеп барлығын араластырып, ас содамыз көпіргенше араластырып шығамыз. Енді осы дайын болған массамызға ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Міне осылай араластырып отырып салып, әдемі сұйық қаймақ тәріздес қамыр дайындайтын боламыз. Осы қамырымызды осындай біркелкі әдемі қамыр шыққаннан кейін қамырымызды 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді табамызға майымызды құйып, қыздырып алғаннан кейін қасықтың көмегімен осындай кішкене домалақша етіп әдемілеп оладушки жасайтын боламыз. Оладушкиміз біздің дайын. Енді осылай қызып тұрған пеште қызартып майымызды қуырып алатын боламыз. Екі жағын аударып қуырып алғаннан кейін әдемі оладушки пісіп шығатын болады. Бұл оладушки рецептін описанияға қалдырып кететін боламын, және содан қарап жасап көрулеріңізге болады. Оңай әрі тез дайындалатын осындай оладушкиміз біздің керемет дәмді болып шығады. Және алда көптеген қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Міне біздің осындай керемет оладушкиміз пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.